Ассалаумағалейкум баршаңызға, құрметті спорт сүйер қауым. Бүгін менің арнамда кезекті сұхбат Қазақ Титаны лақабатымен танымал Алмат Жұман бауырыма қазір қонаққа келіп жатырмын сұхбат жазу үшін. Білесіздер, Алмат соңғы жекпе-жегін осы сонау Латын Америкасында өткізді. Сол жекпе-жекте болған қиыншылықтары жайында біраз сөз қозғамақпыз. Сол үшін қазір Алматқа бара жатырмын. Керемет сұхбат болады, тамашалаңыздар. Құрметті көрермен, мінекей біздің қасымызда Алмат Жұман бауырымыз, Қазақ Титаны лақабатымен танымал. Алмат, енді бұған дейін негізі Алмат екеуміз сұхбат жазғанбыз. Оны көрмеген болсаңыздар, осы менің YouTube арнама кіріп тамашаласаңыздар болады. Бұл біздің осымен екінші сұхбатымыз. Енді Алмат, сол сұхбаттан кейін сен бірнеше жекпе-жектер өткізіп үлгердің, және негізі жеңіліссіз келе жаттың ғой. Тек қана 6 жекпе-жек өткізіп, 6-ауында да жеңіске жеттің. Енді қазіргі рекордың 8-1, яғни бір жеңіліс таптың бұған дейін. Осы жеңіліс жайында айта өтсең, жалпы боксшыға ол қаншалықты ауыр тиді енді? Алғашқы жеңіліс болған кездегі сезімдер қалай болды? Осы жайында айта өтші бірінші. Мен енді осы жекпе-жекке нық дайындалғам. Негізі осы Алматы қаласында тренер Иса Ақбергенов кезінде Головкин жұмыс істеген. Сол кісімен дайындалып, Қазақстанның Конституция күніне 30 тамызға арнайы сол күн белгіленді. Мен тиянақты дайындалып, диета бәрін ұстап, салмақ тастап, күшті дайындалдым, жеңіске жетемін деген. Сол кезде менің аэропортта күтпеген жағдай болды. Ешқандай мүлдем ондай күткен де жоқпын, ондай болады деп ойлаған жоқпын. Бірінші мұнда жаңағы жекпе-жек жайында айта өтейік. Диего Филипп деген қарсылас эквадорлық боксшы. Эквадорлық боксшым. Эквадор бойынша екінші орында тұрған мықты Бұл боксшы. жекпе-жек сол Эквадорда өтті. Көрермендерге түсінікті болу үшін айта өтейік. Эквадорда тамызда өтті. Бірінші жекпе-жек жайында айта өтейікші, енді қанша екінші раунд аяқталды ғой, қателеспесем. Осы жайында айта өтші. Жекпе-жек барысы жайында. Жекпе-жек енді қиын болды шыны керек ше. Өйткені мен андай көп адаптация үлгерген жоқпын, әлсіз білініп шықтым, қысым болды кішкене. Адаптацияға бір 6 күн ба 5 күн қалғанда жекпе-жек болып кетті. Бірақ мен отказ бере алған жоқпын, өйткені сонша жерден келгеннен кейін болған жоқ ондай артқа қайту. Сондықтан не бел не белбеу кетеді дегендей ғой. Сондықтан до конца тұрдық енді. Қиын болды, печеньнан ұстап қалдым, печеньнан отырып қалдым. Бірақ ондай бір қатты бір жарақат алған жоқпын мен ше. Қысым болды, ауа жетпей қалды. Сосын төрешілер бой тоқтатып тастады. Сонымен жекпе-жек сонымен аяқталды. Одан кейін бірақ енді мықты болып, қазір енді жақсы нәтижелерге жетіп, одан кейін екі жекпе-жек өткіздім. Оның да екеуін бірінші раундта аяқтадым. Тек сол жекпе-жегін күтпеген жағдайлар болды. Осы күтпеген жағдайлар жайында енді бір ашып айта өтсең, Эквадорға сен Алматыдан бардың, Енді осы жекпе-жек алдындағы осындай форс-мажорды айта өтші. Мен оның алдында Колумбияда бой өткізгем. Сол кезде Колумбиядан бой өткізілді, одан кейін Эквадорда да тағы бой өткізуім керек болған. Сол кезде көп адам білет білмейді, қарсыласым бойға бір күн қалғанда шықпаймын деп отказ берген. Сол кезде мен қайтадан Колумбияға қайтатын кезде самолетпен емес, немен қайттым, автобуспен қайттым. Менің бұрынғы істеген менеджерім сол ақшаны экономдап қысқа жолмен автобуспен қайта сал деп айта салып, мен бірақ мән берген жоқпын ол кезде, түсінген жоқпын, өйткені екі елдің арасы жақын болғаннан кейін түсінбедім. Сөйтсем ол негізі болмайды екен, штраф кәдімгідей және печат қою керек екен. Ал мен печатсыз былайынан черный ход деген сияқты ғой. Солай шығып кеттім да. Эквадорға осы тамыздың 30-ында бұл жағдай Колумбияда болды жаңа. Колумбияда болды. Колумбияда Эквадорға өтуің керексің. Өтуім керекпін, Сол кезде печатсыз өтіп кеткенмін автобуспен, шекарада. Печатсыз өткеннің кесірі осы тамызда болатын жекпе-жекке қатты әсер етеді. Сөйтіп мен Алматыдан Эквадорға печат неге басылмады болдыңыз? Өйткені автобуспен жүргендер қойылмайды екен. Бұлай өте бересің. Сонда мысалы бізде енді Алматыдан Бішкекке мысалы қатынап тұрамыз ғой, міндетті түрде тексереді ғой, ол жақта ондай жоқ екен. Өйткені екі елдің арасында ондай удостоверение сияқты бізде мысалы кіріп шығып жүре бересің, ондай печат. Проходной двор болып тұр. Проходной двор болып тұр, өздерінің арасында. Тексермейді үкімет, автобуспен өтесің. Мен де сол автобуспен өттім, тексерген де жоқ, ешқандай ол жерде военный жаңағыда тексеретін адамдар жоқ, өтіп кеттім. Арзан болды бірақ, шынымен арзан, өте бересің. Осы тамыздағы жекпе-жегіме сол барған кезде
Эквадорда сол мені тексерген кезде сен кіргенсің бұлақ шыққаның жоқ дейді, сен не істеп жүрсің мына жақта дейді да, сен мына жақтан қалай келіп тұрсың дейді сырттан. Мен түсінбедім. Біз деді сенімен қазір біреуді шақырамыз деді, сонымен ол алып кетті, переводчик жаңағы орысша. Сөйтсем менікі вообще қателік екен, өйткені ол мен бір ауыр қылмыс деген сияқты болып қалдым ол жерде ше. Сен оның үстіне ол жерде жалғыз өзің жүрсің иә? Иә, жалғыз өзім жүрмін. Сонымен кірем, мен алып кетеді, түсіндіріп айтып жатыр маған, қалай бұл сен кіргенсің бұрын дейді да, бірақ шыққан сен печатың жоқ дейді. Бірақ сен қазір қайттан келіп тұрсың дейді. Қалай сонда сен шыққаның жоқ? Мен тұрып түсіндіріп айтам. Мен осы автобуспен шықтым десем, түсіндім деді да, ол басында түсінбеген екен. Автобуспен сен қалай шығасың дейді да, сен басқа елдің азаматысың, эквадорец емессің, колумбиец емессің. Сен қалай шығып жатсың немен дейді, автобуспен. Сосын осылай мен менеджерім айтып, бұл дұрыс емес, бұл қылмыс деді да. Эквадордың заңына қайшы бұндай нәрсе деді. Эквадорец емессің сен деп. Мен сол жерден алып, жаңағы подвалға қамап тастады. Сосын мен түсіндіріп жатырмын. Менің міне лицензиям бар Эквадорда бокс жасатын. Міне мен профессиональный жекпе-жекке шығайын деп жатырмын. Түсіндіріп жатырмын, бәрін айтып жатырмын. Бірақ олар заң деді, біз шешпейміз деді. Сонымен сол жерде жаттым. Сонымен Даниэль Каден деген ол сенің жаңағы алып тастаған мемлекеттік қызметкерлер, полиция қызметкерлері. Полиция қызметкерлері, кәдімгідей мені жауып суретке түсіріп, қамап түрмеге жауып тастады. Кәдімгі қамап тастады суретімді. Маған айтты, саған қазір қара печат қоямыз, обратно Колумбияға қайтасың, сол жақта жатасың да, обратно билетің қашан уақыты келеді, соған дейін жатасың, сол жерден салып жібереміз деді Қазақстанға. Депорт қоямыз. Депорт қоямыз деді. Сонымен шошып түсіндіріп жатырмын, түсінбейді олар. Спортшысы ма басқасы ма қызық емес болып тұр. Сонымен жаңағы Даниэль Каден деген бар, қазіргі жұмыс істеп жүрген менеджер, өте жақсы жігіт. Сол жігітке қайтам, ол жігітке сөйлесіп жатыр, телефон беріп жатырмын, сөйлесіп жатыр, барынша Wi-Fi, аэропорттың Wi-Fi-мен қосылып әйтеуір тырысып жатырмыз. Сол жақтан шығып, көмектесіп, сол жақтан юрист тауып, документтерді толтырып, осындай бір ескерту бер, штрафын төлейік. Сол жігіт жаңағы штрафын төледі, жаңағы официальный андай письмо жазып, өздері заңды түрде соны осы жаққа жіберіп, сосын маған айтты, қайтадан обратно Колумбияға билет ал деді. Жаңа Даниэль айтты. Сонымен 4 күн жаттым. Сол 4-ші күні таңертең билет алдым да 1,5 сағат қой Колумбияға. Обратно ұштым да. Сонымен обратно қайтадан барып, автобуспен қайтадан кесіп өтемін ғой мен, қашып шығып. Эквадорға тағы заң бұзған соң екінші рет ше. Бірақ Эквадорда білген жоқ оны. Мен кетіп қалдым ғой. Жаңа черный ходтан тағы да енді жекпе-жекке келуім керек болып тұр ғой мен. Бұл кезде жекпе-жекке қанша күн қалды? Уже 5 күн қалды ғой. 5 күн қалды. Сонымен мен келуім керек болып жатыр. Уже границадан өтіп жатырмын, Эквадор мен Колумбия границасынан өттім, қашып. Қолымда сумкам бар. Кәдімгідей ана жерде енді страшно, шыны керек ше. Біреу өлтіріп кетсе де таппайды ана жерден, шыны керек. Өйткені ана жер тек қана саудада, ана жерде былай жүреді, кіріп жатқан кім, шығып жатқан не жоқ. Бір темір ғана тұр, болды. Есірткі таситын аймақтар ғой. Иә, есірткі таситын жаңағы колумбийстер мен Эквадордың арасында жұмыс істейтіндердің несі. Сонымен тұрып, мен өттім ол жерден. Бисмиллах деп айырып өттім. Сонымен жаңағы Даниэль Каден деген жігіттің танысы бар. Сол мені Тумака деген жерден күтіп алды. Сол жерге автобуспен бардым. Айтып отырды маған осындай автобус деп. Өзім жалғыз былай барып, автобусқа мініп жүрдім. Қысқа жолдар ғой. Сонымен Тумакаға келдім да, сол жерден Даниэльдің досы күтіп алды. Сол жігіт молодец, күтіп алып, тамақ алып беріп, маған сол жерде ұйықтағанда жоқпын, жаңағы 4 күннің ішінде мүлдем ұйықтап жатқан жерімнің бәрі жаңағындай сасық шыны керек. Диван бәрі мыңғырық адам жатқан ана жерде көрініп тұр да. Қанша күн жаттың ол жерде? 4 күн жаттым. 4 күн жаттың. Жекпе-жекке 1 күн қалды жаңағыда. Иә, уже жекпе-жек болайын деп тұр уже. Сонымен барып кеттім. Сонымен жаңағы Даниэльдің досы күтіп алып, сол автобусға шығарып салды да, дәл 8 сағат автобуспен тағы бардым ары қарай. Эквадордың астанасына. Өйткені мен ойлағам негізі 3-4 сағат шығарсам қайда. Сөйтсем дәл кетіп қалдым. Автобуспен үлкен микроавтобустар бар, дәл. Сонымен 8 сағат жолда ұйықтап қалыппын. Сосын тұрсам, түн болып кетіпті. Шошып кеттім мен. Адам жоқ қасымда. 3-4 адам тұр. Сонымен шошып, испанецтар ағылшынша сөйлесем, түсінбей жатыр да, қасымда 2-3 адам отырды да. Сұрап жатырмын, түсінбейді. Сонымен испанецтар болғаннан кейін енді водительный астына түстім, водительге барсам, Даниэль жазып берген адрес бар да, осы жерден түсіп қаласың деп. Соны айтып жатырмын. Бірдеңе қолмен бүйтіп көрсетіп жатыр да. Мен түсінбей жатырмын. Жарайды деп артқа қайттым. Бір кезде кетіп бардымыз, таудың арасымен кетіп баратырмыз. Қазір мына жерден түсіріп кетсе мен болды, жоқ боламын мен деп ойлап отырмын ғой, енді ана жерде түн болып кеткен уже.
сонымен кетіп бара жатырмыз сөйтсем 20 минут деген екен да сол жаңағы адреске. Сонымен түнде жеттік әйтеуір шаршап ана жерге сол жерден түстім. Жаңағы Даниэль деген жігіт сол жерде охранникке номерін беріп мына жаққа хабарласып осы жерде тұр деп айтшы деп. Сонымен Даниэль деген жігіт келіп алып кетіп гарный гостиницаға орналастырып, сонымен басым ауырып уже ана жерде қысым. Мен келген жерде үлкен тау көп, одан сайын тау аймақта қысым бәрі болады. Астанасында мүлдем тау кәдімгідей биік, бас деген қысым болады кәдімгідей. Кәдімгі қысым болып қалды кәдімгідей. Құлағың ауырып, құлақ естімей қалды. Солай жекпе-жекке шығып кеттім енді амал жоқтан. Сонша жерден келгеннен кейін сәтсіз болды, бірақ ешқандай бір жарақат алып, травма алу ешқандай болған жоқ, шүкір. Сынған жоқпыз, ары қарай да жұмыс істедім. Одан кейін де ол жеңіліске қарамай 2 жекпе-жек өткіздім. Бәрін мерзімнен бұрын аяқтадым. Бәрі жақсы болды. Сен енді бұл Колумбияға, Эквадорға негізі бірінші рет барып тұрған жоқсың ғой? Бұған дейін де бірнеше рет жекпе-жектер өткіздің. Жалпы негізі Алмат сол солтүстік па, оңтүстік па? Оңтүстік па, солтүстік па? Иә, оңтүстік Латын Америкасында жекпе-жек өткізіп жүрген жалғыз қазақ жігіті. Енді бұған дейін де жекпе-жектер өткіздің, ондай жағдайларға бұған дейін сен тап болған жоқсың? Жоқ, мүлдем ондай бір жаман жаңағыдай түрмеге түсіп қалу ондай мүлдем болған жоқ. Осы бірінші жағдай болып тұр. Өзім де таңқалдым. Даниэль деген жігіт те таңқалды. Өйткені бәрі ешқандай нарушение істеген жоқпыз біз. Оның алдында да ешқандай бір қылмыс, ондай төбелес болған жоқ. Бірақ сол жағдай кәдімгідей әсер етті. Енді сен ол жерде жекпе-жекте жеңіліске ұшырадың, оның алдында жаңағы 4 күн тамақ жемегенің бар, иә? Иә. 4 күн тамақ жеген жоқсың, сол түрмедегі қызметкерлердің бір қысым көрсеткен жоқ па саған, ұрып-соғып деген сияқты? Ұрып-соққанда ондай болған жоқ, тек менің паспортымды алып алды да, мені охранник күзеттеп қойды 3 адам. Мен даже туалетке шығудың рұқсат сұрап шығамын. Туалетке кіріп келдім, 3 адам кезек-кезек отырады, біреу келеді паспортым қолдарында. Паспортын берсе деп айтып жатырмын, бермейді. Сен спортсменсің, қазір сен үшеумізді типа ұрып қашу мүмкін дейді да. Мен қайда қашамын? Ана жерде өзім әрең отырған адам. Сонымен 3 адам кезек-кезек ауысып отыр. Жаңағы әжетхананың өзіне сұранып шығамын, мен барып келейін, кіремін, сұранып шығамын, тамақ жоқ, ұйқы жоқ. Онсыз да мен жаңағы 13 сағат ұшып келдім Колумбияға. Сол кезде ұйықтамай келгенмін, самолетта онша шаршап келгенмін. Сол шаршағанның үстінен тағы да осы 4 күн қосылды. Мүлдем әлсіреп қалдым, мүлдем қатты әлсіредім. Сол жерде жаттым, ұйықтаймын деп ойлаған жоқпын. Өйткені шығамын деп мен үміттендім, ниеттедім. Шығу керек деп тырыстық, Даниэль де тырысты, жақтан көрдік, бірақ болған жоқ. Тамаққа да қатты былай аппетитім де болмай қалды уже. Қатты әлсіреп қалдым, өте. Тамақты ұмытып кетесің ғой ондай кезде. Өйткені жекпе-жек маған маңызды болып тұр, шығу керек болып тұрғаннан кейін. Амал жоқ, солай болып қалды енді. Оның үстіне бұл чемпиондық жекпе-жек, қарапайым жекпе-жек емес, UBO титулына өткен жекпе-жек. Енді өкінішке қарай бермеді, бірақ енді алдағы уақытта сен онсыз да 3 белбеу жеңдің ғой бұған дейін ол жақта, иә? Сол сәтте енді сол Колумбиядағы, Эквадордағы біздің қазақстандық елшіліктер, бәлкім енді сен ол жаққа бірінші рет барып тұрған жоқсың. Ол жақта бір қазақтар жоқ па, бір көмекке? Қазақ мүлдем көрген жоқпын. Колумбияда да, Эквадорда да мүлдем қазақтар. Орыстарды көрдім. Эквадорда енді орысты көрдім. Жекпе-жекке шығар алдында 2 орыс келді. Консульствода жұмыс істейді екен. Мен үшін бәлет етті, бірақ шыны керек. Казахстан, да, мы тебе болеем, красавчик деп қолдап бүйтіп арқамнан ұрып. Консулда істейтіндер олар, олар консулда істейді, сол жерде жүреді. Сол жаңағы жекпе-жек үлкен афиша шықты ғой, сол кезде Қазақстаннан келеді дегенде олар көрген екен да. Олар жаңағы аренаға келіпті, кім екен ол деп. Сонымен мені қолдауға кетті. Жаңағы 2 жігіт. Былай Қазақстанның консулдығы жоқ болып тұр ол жақта, елшілігі? Жоқ, онда елшілік мүлдем жоқ, тек орыстардікі бар екен. Алмат, енді қазақ боксы әуелден мықты ғой. Енді сол оңтүстік Американың боксы жайында бізге айтып өтсең, ол жақтың боксшылары қалай, Колумбияның болсын, Мексиканың болсын боксшылармен жұдырықтасып та көрдің, спарринг жасап та көрдің. Титулдық айқастар ашып жатсың оларға қарсы, солардың жаңағы бокс стилі қандай, несімен ерекшеленеді деген сияқты айтып өтші бір. Олардың боксшылары өте андай еңбекқор екен, шыны керек. Залдардың бәрі андай біздік сияқты условия жоқ. Грушалардың өзі жыртылып кеткен, скошталған, бәрі шіріп іріп жатыр да, шыны керек ше. Халық кедей ғой бір жағы ол жақта. Халық кедей да, бірақ боксшылар еңбекқор. Ана жерде зал жоқ па, условия жоқ, қарамайды, шыны керек ше, кәдімгідей аш. Көбісі ақша табады, шыны керек, жекпе-жекке шығады. Жаңағыдай бар, Америкаға кетіп жатқандары бар. Мысалы, доминиканстардың өзін көрдім мен, сол жақтарда. Мықты кәдімгідей, аш кәдімгідей.
сол еңбекпен ақша тауып жүрген жігіттер ше. Көрініп тұр да, өйткені аш адам ғана бокс жасады дейді ғой негізі ше. Ақшасы бар адамға ондай керек емес қой. Колумбийстер де мықты, эквадорстар да мықты. Бәрінде бір стиль, пақыр деп былай айтқанда еңбекқор. Жекпе-жек өткізе береді болды. Өйткені ол жақта жекпе-жек көбінесе кез келген жерде бола береді. Біздік сияқты арнайы бүйтіп ұйымдастырып, үлкен қылып жасай береді. Бізде Алматы аренада шоу жасайды ғой. Ол жақта жоқ. Шағын ангарларда ұйымдастырады. Шағын ғана андай мысалы. Қарапайым айтқанда навестердің астында жасай салады. Кәдімгідей официальный боксерге кіргізіп, кәдімгі жекпе-жек болып, кәдімгі бірақ шыға береді көп. Солай олар өздерінің опыт жинайды екен. Біздің осы Данияр Елеусіновта сондай бір жерде шығып жүрді осы қайбір уақыттар, иә. Аңғардың ішінде халық көп сынап айтып жатты ғой. Иә, ондайлар бар, иә. Енді мықты дегенмен де мексиканецтер, Латын Американың боксшылары өте мықты, адамдары жақсы, неменен жақсы сөйлесті, жақсы күтіп алды, жақсы мені кәдімгідей звезда қылып күтіп алды ғой, Қазақстанның звездасы деп. Мені реклама жағынан, барлық жағынан жақсы Эквадорға жақсы реклама жасап. Ол жақта жаңағы Геннадий Головкин танып жата ма? Иә, танып жата, Triple G деп. Қазақстан десең сразу Triple G ма дейді. Оларда да сондай қазақтар туылғалы кімеспен туылады дейді боксты. Сразу бір айтқан сөз бар ғой. Олар біледі оны. Мойындайды дейсің. Сендер де бокс жақсы ғой дейді да, сендер де туыла сала боксерсыңдар ғой, сендер екінің бірі боксер дейді да. Сондай бізде де төбелес жағы енді бірінші орын дедім ондай жағынан. Енді мақтанышпен айтасың ғой енді. Ондай Қазақстан десең уже таниды олар кәдімгідей. Қазақстан десең Triple G дейді. Күшті өте күшті дейді, сендердің боксерларың мықты дейді, шыны керек. Біздің боксерлар мықты дейді. Бірақ олардікіне қарасаң пақыр да, шыны керек. Мен оларға қарап, сендер де мықтысыңдар ғой деп айтқым келеді. Шын, өйткені условиялар жоқ, біздік сияқты залдар әдемі, былай кәдімгідей емес. Зал деген кәдімгі, бірақ істейді. Кәдімгідей жекпе-жектер өткізеді, мықты. Жағдайға қарамай енді қолдарынан келгенше істеп жүр. Алмат, енді алдағы жоспарларыңмен бөліссең, жаңағы оңтүстік Америкада жекпе-жектер өткізіп жүрсің ғой, ол жақта бокстың астанасы деп аталатын Мексика бар. Мексикада бәлкім бір жекпе-жек өткізгің келетін шығар. Сол жақтан қандай ұсыныстар бар, жалпы жоспарларымен бөліссең? Мені Мексикаға ұсыныс түскен, бірақ кулачкаға. Ол енді ашылып жатқан не болған, лига болған, тригольник деген, жаңағы ринг өзі тригольник та, үшбұрышты. Сол жерге мен жекпе-жекке шақырды, бірақ кішкене спонсор жағынан болмай қалды да, сол бара алмай қалдым. Неге сол жерге шақырған Мексикаға. Сол жерде дайындалып, сол жерден жекпе-жекке ұсыныс түскен, бірақ жаңағы спонсор жағынан қиын болып қалды. Енді алдағы уақытта қайтадан Латын Америкаға мені жаңағы Даниэль деген жігіт шақырып жатыр титулдық жекпе-жекке, WBC Латина. Соған бұйырса, яғни WBC нұсқасы бойынша Латын Америкасының чемпиондығы, иә, соған шақырып жатыр. Соған енді қазір дайындық үстіндеміз. Бұйырса майдың 16-сы деп отырмыз жоспарлап. Аз ғана уақыт қалған. Иә. Қазір ол жаққа бару қауіпті емес өйткені қазір әлемде саяси ахуалдар, Ирандағы соғыс бар, одан бөлек жаңағы Венесуэлада осыдан бір-екі ай бұрын сондай бір жағдайлар болды, оқыс оқиғалар. Қауіпті емес пе қазір? Негізі қауіпті, негізі былай да былай. Бірақ енді сол жақтан енді ұсыныс түсіп нетіп жатқаннан кейін жаңағы Даниэль деген жігіт бар, өте жақсы қарапайым жігіт. Сол бізді барша жаңағыдай көмектесіп, көрсетіп, бәрін көрсетіп жүрген сол жігіт. Ешқандай не жоқ, енді сақтанып жүреміз барынша, қолымыздан келгенше. Бірақ енді бәрі жақсы, шүкір. Енді сұрамасам болмайды, өйткені қазір бәрібір жанкүйерлер сұрайды ғой. Қазақстанда неге жекпе-жек өткізе бермейді, неге сонша Америкаға барып қиналып жүр деп сұрайтындар бәрібір болады. Соларға сенің жауабың қандай? Енді ол жақта мені шыны керек кәдімгідей күтіп алады, рекламаны істейді, мысалы жаңағы айтқан промоушндар. Жақсы бойларға тығады, көзге көріну үшін мен жаңағы жақсы нелерге шығып, өйткені мен солай шетелге шығып атым шығарсам, мен үшін солай өзім арманым ғой енді бұрыннан. Солай шетелде сөйтіп шығып Қазақстан атын шығару деген сияқты. Бұйырса енді Қазақстанда жекпе-жек өткіземіз деген жоспарымыз бар. Жаз айында бұйырса. Енді қазіргі уақытта менде ұсыныстар түсіп жатқаннан кейін олардан бас тартып кете алмаймын да, өйткені олардың жекпе-жектері жақсы ұсыныс, жаңағы титулдық жекпе-жектер ұсынады маған көбінесе. Титулдық және мені жақсы реклама істеп, маркетинг жағынан көп көтеріп жатқаннан кейін олардан бас тартып жоқ, мен шыға алмаймын деп айта алмаймын. Сондықтан қазір бәрі жақсы, ойдағыдай. Бұйырса Қазақстанда енді жаз айында деп
үміттеніп отырмыз, оған дейінгі жекпе-жектерімізді бәрін жақсы ойдағыдай өткізсек бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Енді кәсіпқой боксшының мансабында кәсіпқой боксшының әрбір қадамы ақша ғой, былай айтқанда. Жолың бар, жататын жер. Оны енді жол ақысын көтеретін промоушн бар, көтермейтіні бар, гонорар төлейтін промоушн бар, төлемейтіні бар деген сияқты. Оның бәрі сен жаңағы ұйымдастырушыларға байланысты. Осы ретте енді қандай да бір демеушілерің бар ма, сені қолдайтын осындай сәттерде? Енді мен үнемі қолдап тұратын демеуші болмайды. Сұрайсың, братаннан сұрайсың, тағы басқадан аласың. Көке аға, таныстар бере тұрыңызшы, осы жекпе-жекке беріңізші. Жан-жақтан жинайсың. Кейде жаңағы промоушн өзі жаңағы гостиницаны көтеріп жібереді. Солай да, ал былай нақты тұрақты бүйтіп тренировкама ақша беріп, витамин бар. Мен көбінесе витамин ішпеймін, мүлдем. Жекпе-жекте ешқандай витамин өйткені жаңағыдай қаражат жағынан жетпей қалады. Әйтеуір жекпе-жекке барғанның өзіне қуанамын мен, текші. Тренировкеге ақша тапқанның өзіне қуанамын. Өйткені бәріне жаңағыдай тренировкеге жаңағыдай біреуден аласың, таныстан аласың, солай да. Ал тұрақты былай үнемі ақша беріп отыратын адам жоқ. Негізі қажет, негізі қажет. Осы жекпе-жегіме маған спонсор керек. Осы өйткені үлкен жекпе-жек болады. WBC Latino. Өйткені енді қазақтардан WBC Latino алған алмаған білмеймін, бірақ енді сондай ұсыныс тастап тұрғаннан кейін енді бас тартқан жоқпын. Бұйырса осыған енді жақсы қаражат керек болып тұр. Бұйырса енді соған қазір жүгіріп іздестіріп жатырмыз. Жаңағы енді бір қазақтың көк туын алып шығасың ол жақта, Қазақстанның шетелдегі имиджіне бір осындай бір пайдалы нәрсе ғой. Қазақстанның атын шығуға, көк туды желбіретуге деген сияқты сондай бір үлкен компаниялардан бір жарнамалық келісімшарттар ондайлар жоқ па? Жоқ, әлі ондай ұсыныс түскен жоқ. Енді Қазақстанның әнұранын шырқаттым, мысалы, жекпе-жектермен. Маған сол ең жеңіс болды сол кезде. Әнұранды шырқатып, сол жақта туды көтеріп, жоғарыға әнұран шырқап жеңілсем де, бірақ маған әнұранды шырқату, сол жерде латындар, халқы бәрі тыңдап, өте сыйлап тұрды. Соның өзі маған сол кезде жеңіс болды. Үлкен абырой дейсің ғой. Үлкен абырой болды. Мұнда қаншама халық көріп отырады, арасында бәлкім қалталы азаматтар да бар шығар деген сияқты. Егер мысалы бір бизнесмен бар дейік, осы видеоны көріп отырған, ол саған қаржылай тұрғыда көмек берсе, сен оған не бере аласың? Енді жаңағындай шортиларымна логотип компания болса, мысалы, логотипін алып шығып, немесе сұхбаттарды айтып, осы кісі маған осындай кезде қолдау берген, осындай ат жөнін айтып, рахметімді айтып, солай енді ары қарай жұмыс істейміз десе, ары қарай енді басқаша келісімшарттармен жұмыс істеп, сөйлесіп көре береміз да. Инстаграмда жарнама. Инстаграм болсын, жаңағы сұхбаттар, мысалы, өзіме сұхбат айтқан кезде осы кісі деп атын айтып, логотиптерін тағып деген сияқты солай ұсыныстармен жұмыс істеуге болады. Спорт жанашырлары, қалталы азаматтар болса, уақыттарыңызды алтын сырға. Алматының қазір алдағы жекпе-жекке жаттығуын Қазақстанда Алматыда өткізіп жатсың. Қандай жаттығу залында кімдермен бірге жаттығып жатсың? Осы жайында бір айтып өтсең. Big Coach деген зал. Иса Ақбербаев, сол кісі тренерім. Бір жағынан ағам сияқты болып кетті ол кісі. Бірге жұмыс істейміз, профессионально дайындайды. Осы уақытқа дейін сол кісі дайындап жүр. Өте мықты кісі, білімді, аккуратный ғой, былай айтқанда. Өте жақсы сол кісімен дайындаламын. Алдағы уақытта да сол кісімен дайындаламын. Кезінде Головкиндармен жұмыс істеген, Қазақстан сборысында болған ол кісі. Мықты, өте мықты, тәжірибесі көп. Кәдімгідей өзінде жекпе-жектері шыққан біраз. Өте жақсы, сол кісімен дайындалып жүрмін қазір. Енді алдағы жалпы болашақта сенде қандай жоспар бар? Мысалы қазір енді белбеулерді алып жатсың, жаңа UBC деген титулды алдың, UBC титулын алдың, енді алды тағы да WBC Latino титулына шығайын деп жатырсың. Одан кейін алдыда сенде қандай жоспарлар бар? Енді менің жоспарым шыны керек әлемдік жаңағыдай қатты былай мықты болмасам да соған ұқсап бақ дейді, қалай? Болмасаң да ұқсап соған тырысып жатырмын. Енді WBC-дің өзіне алғым келген арманым бар. WBC-дің өзіне 4 поястың біреуін алғым келеді. Жоқ дегенде 4 поястың біреуіне тырысып солай жасап көргім келеді. Енді бұл жерде ақша үшін емес, жалпы мен өзім бала кезден спортқа берілгеннен кейін соның бір несін бір нәрсе үшін дәлелдегім келіп тұр да. Міне осылай әйтеуір жеттім, осыдан болсын жеттім деген сияқты. Өзім солай көрсетіп, бір жағынан Қазақстан атын
қазақ болып шығарып деген сияқты ғой. Солай көрсеткім келеді енді шыны керек. Сен енді бұған дейін мынадай бір атағың бар, Барнакл, яғни BKFC лигасында шыққан алғашқы қазақсың. Ол лигада қазір қалай тыныш болып қалды? Сол қанша, бір ме, екі ме жекпе-жек өткіздің ба? Иә. Содан кейін тыныш болып қалды. Ол жақта қандай жаңалықтар бар? Ол жақта Strong Атлет деген менеджмент бар, солармен контракт бар менде. Олармен өткенде бір жекпе-жекке ұсыныс айтыпты, бір соперник бас тартқан екен. Мен шықпаймын деп. Сен осы бір Инстаграмда біреу салып бір вызов тастап жүрдің ғой? Иә. Сол болып тұр ғой? Иә, мен шықпай қалдым, түсінбей қалдым менде. Сосын енді қазір кәсіпқой бокста жүргеннен кейін кішкене жалаң қолмен кішкене қауіптірек та, жаңағы травма аласың, жарақат аласың. Сондықтан кәсіпқой бокстан қазір кішкене өзіміздің пландарымыз бар, жоспарымыз бар. Содан кейін болмаса енді дәл қазіргі уақытта енді жалаң қолға қазір өзімізде отказ беріп жатырмыз. Өйткені қазір кәсіпқой бокста біздің титулдық жекпе-жектеріміз бар, көптеген жекпе-жектердің алдымызда тұр. Соған жарақатсыз таза шыққымыз келеді. Ал болашақта Барнакл маған ұсыныс тастап қойды. Егер шыққың келсе айт, олар маған дереу қарсылас болып береді, мен дайынмын шығуға. Алматы енді қаншама титулдарды жеңіп жатсың, қаншама жекпе-жектер өткізіп жатсың, сонау мұхиттың ар жағында, одан кейін жалаң қолмен жекпе-жектерді өткізіп жатсың, мысалы. Бірақ неге сенің жарнамаң аз? Осы бақ беттерінде біздің түрлі пабликтер бар ғой, майдан, бокстан, сол жақтардан біз сені өте аз көреміз, тіпті көрмей де жататын кездеріміз болады. Жасып жатқан мысалы ерлігің мына жақта асып басып жатыр, бірақ неге сенің жарнамаң аз? Сол өзімде байқаймын, шыны керек. Мен алғашқы қазақ болып Барнаклға шыққанда да ешқандай пабликтер, группалар ғой бізде, бокстың нелері, ММА, жаңалықтар, ешқайсысы салып, қолдап, ешкім қолдаған жоқ, шыны керек. Біртүрлі болып қалдым мен, шыны керек, өйткені алғашқы қазақ болып Барнаклға ешкім шықпады Америкада. Мен шықтым, ешқандай жарнама, ешкім қолдаған жоқ. Одан кейін кәсіпқой бокста да титулдар алдым, шетелде жекпе-жек өткіздім, нокаутқа түсірдім. Сонда да көрінбей қалдым, білмеймін, өзім де түсінбеймін. Ешқандай пабликтер салмайды, бірақ басқа айдаладағы танымайтын бізге қатысы жоқ адамдар салады. Жергілікті колумбиялық нелері? Иә, қатысы жоқ, солар салады. Башыға қатысы жоқ, мені танымайды да, бірақ солар мені колумбийстер, латындар, американстар мен пабликтеріне салып, сұхбат алып, сөйткен. Барнаклдың өзінде сұхбат алған менде, бір паблик бар, сол сұхбат алып. Мен бірақ қазақша жауап бердім, өздері перевод жасап алды. Сол сияқты, бірақ бізде мені білмеймін, үнемі салмайды. Бізде тек басқа бір шетелдің адамдарын салады, енді соны қарайсың да. Мен өзім салыстырамын, мен мына жақта Қазақстан туын көтеріп жүрмін, неге мынаған қатысы жоқ. Енді американдық басқа бір боксшылар салып қояды, бізде тым қатысы жоқ. Мына жақта еңбек етіп, Қазақстан туын көрсетіп, насихаттап, қазақ елін айтып жүрсең, бірақ сен ешкім салмайды, көтермейді. Бірақ ренжімеймін оған, енді өзім үшін істеймін бәрін. Болашақта болады деген үміттемін. Шүкір, енді бәрі жақсы. Бірақ енді сондай бізде түсінбеймін, өзім де түсінбеймін, кейде неге мені салмайды, ешқандай пабликтерде көбінесе жоқпын ғой мен. Көбінесе жаңағыдай басқа боксшы, шетелдің боксшыларын салады, бірақ қазаққа деген ешқандай бір нетпейді. Ал мен қазақ үшін көп нәрсе жаңағыдай туды көтеріп, еңбектеніп, алға Қазақстан деп барынша енді еңбек етеміз, бірақ мен ғана емес, жалпы ондай спортшылар көп, жалпы емес, Қазақстан туын желбіретіп жүрген спортшылар. Бірақ ешқандай паблик өтіп, жарнамалап, андай бізде шығып жатыр, наоборот, көре алмайды көбінесе. Комментарий жазып жібереді, көре алмаушылық көп, сондайларға таң қаламын мен. Ал шетелде ондай емес. Шетелде шықты ма, сен басқа ұлтсың ба қарамайды, шығара береді, сала береді. Ал бізде көптеген спортшылар бар, шалмай көрінбей жүрген спортшылар бар, істеп жүргені кәдімгі үлкен мұхит сияқты да, бірақ жарнамалар шыны өзің айтқандай аз да, көрінбейді, білмейді ешкім. Бірақ ана жекпе-жек кәдімгідей біраз жұмыс жасап тастаған жігіттер, мен ғана емес та. Сондықтан бір-бірімізді қолдап, әрқашан паблик болсын, сұхбаттар болсын, жаңалықтар болсын, бір-бірімізді қолдап, әрқашан сөйтіп жүрейік, бауырлас елміз, бір-бірімізге бауырымыз бәріміз. Солай қолдайық бір-бірімізді. Айтарым сол. Енді біздің де мақсатымыз осы, ақпараттық қолдау, көрсету. Алматымен бұған дейін жаңағы ең алғаш рет сайтқа сұхбат жаздық, одан кейін жаңағы біздің YouTube арнамызда алғашқы сұхбат бар. Бұл біздің сонымен енді үшінші сұхбат қой. Енді екеуін YouTube арнаға
Біздің жалпы мақсатымыз осындай көрінбей жатқан қаншама спортшыларымыз бар. Сондықтан да біздің арнамызға жазылып қойыңыздар, алда бұндай сұхбаттар өте көп болады. Иә, Айнат енді ризамын, үнемі қолдайды, барынша сұхбаттар болсын, пабликтар болсын, көбінесе мені тығып жаңа көрсетіп отырады. Рахмет Айнатқа, қазақтың батырларын көбінесе айтып отырады. Мені ғана емес, көптеген батырларды Айнат сұхбатқа шақырған, пабликтерге салған, көтеріп жатыр, қолынан келген нәрсесін Айнат көрсетіп жатыр. Айнатқа рахмет айтамын. Я рахмет Айнат бауырым. Саған да рахмет. Енді құрметті көрермен, осымен біздің сұхбатымызды аяқтау қажет болып тұр. Алмат, енді саған да рахмет, осы уақытыңды бөліп сұхбатқа келісіп айтып жатқанға. Енді мысалы жаңағы оқиғаларды егер осындай арналарға келіп айтпасаң, оны ешкім білмейді. Мысалы халық айтады, ой, мынау қазақтың баласы жеңіліп қалды, тағы да жеңіліп салып жатыр ма деген сияқты. Айтпасаң білмейді да мысалы себебін. Сондықтан көп рахмет уақыт бөліп келгеніңе. Енді алда тағы да кездесеміз. Алдағы жекпе-жектеріңе сәттілік. Айтқандай сол WBC Латина титулын Қазақстанға алып кел. Бұйырса. Саған алдағы жекпе-жектеріңе сәттілік тілейміз. Рахмет, саған да рахмет Айнат. Осылай уақыт бөліп сен де келіп менен сұхбат алып, осы жаңа Эквадордағы болған жағдайды осылай айтып кетпесек, көбінесе жаңа сыртта қарап өтіп жеңіл қапты ғой деп қоя салды, бірақ оның ішінде қаншама қиыншылық жатқанын ешкім көрмей қалды. Енді осы сұхбатта барынша айттық, жеткіздік. Осымен енді бәрі түсінер деген ойдамын. Саған рахмет. Құрметті көрермен, біздің арнамызға жазылып қойыңыздар, комментарий жазып, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Алда бізде тағы да көптеген сұхбаттар шығады. Аман сау болыңыздар.